Ол меніңше жортаға өліп жатыр. Алдап жатырған болса не, жаманға өлім жоқ бірақ. Яқ, ол растан да өлген. Сен де оны өлтірген. Яқ, оны Аяз өлтірген. Ямаса кеселленген болуы мүмкін. Өлсе өле қойсын. Өлгені біздерге жақсы. Жақсы? О да, ол кеселленіп өлгені, я суықтан өлгені маңызды емес. Бастысы бір қасқыры азайды. Енді түнде қораға бастырып кіріп кетеді деп қорқпайтұғын болдық. Тап солай, жауыз жыртқыш. Азапланып өлген шығар. Жыртқыш дейсің бе? Жасауды қалегені үшін ба? Не демекшісің? Ақмақлар. Бұлардың күн көрісі өзі аң аулау. Аң ауламаса аштан қалады. Аштан қалғаныңын әлбетте өледі. Сонда қалай? Олар өмір сүргісі келгені үшін жыртқыш болғаны ма? Бұл оларды ақламайды. Олар табиатынан жауыз. Сол себеплі қиналып өлуге лайық. Келсесің бе? Білсең егер, итлерді қасқырлар менен туысқан. Олар менен онша парқ қылмайды. Әзілесіп тұрсаң ба? Сен оларға ұлыма ұқсамайсың. Неге ұқсамайман? Негізінде біздердің бір ғана парқымыз, мен тірі қалуым үшін аң ауламайман. Шопан мені бағады. Егер ол мені азықландырмаса, мендей жасау үшін өлтіруге мәжбүр болар едім. Мүмкін, түнде сонда сені аңлап жүрген мен болар едім. Егер мына қар үстінде жатырған өлі қасқырды көріп рахатленіп атырған болсаңыз, өтініш, бұны ішіңізде сақлаң. Мен бір нәрсе айтайын деп едім. Көп қапты қой қойшым, тайың бар үйге.